3 ай бұрын өмірімнің ең ауыр сәтін бастан кештім. Өмірден түңіліп, бас кешкім келді. 4 ұлымнан кейін жүкті болғанымды естігенде жүрегім жарылардай қуандым. Жолдасым екеуміз енді қыз болса екен деп болашаққа жоспар құрып армандадық. Ози қыз екенін көрсеткенде есім шықты. Құдайға алғысымды айтумен болдым. Күйеуім енеме, ол қыздарына, абысындарыма айтып, жан-жақтан құттықтап жатты. Бірақ 3 айлығында кішкентай жүректің соғысы тоқтады. Аборттан бірақ шықтым. Сол сәтте өмірімнің мәнін жоғалтқандай болдым. Жассың, әлі талай қыз туасың деген жұбату сөз естігім келді. Алайда енем де, күйеуім де неге деп мені кінәлады. Әйелдің баласы түсіп қалса, оны кінәлау оңай. Бірақ оның жүрегінде не жатқанын, қандай ауыртпалықты көтеріп жүргенін кім түсінеді? Әр 15 минут сайын операцияға әкетіліп жатқан әйелдер әжептәуір болып қалған шарананы қарайып, пакетке салып, аборттан шыққан әйелге өзіңіз жерлейсіз бе деп ұстатқанын көру, тәнімнің ауырғаны, бәрі жүрегімді қанжылатты. Нәр тартқым келмей, әлсіреп жатырмын. Өз-өзімді қолға алуға палатадағы бір әйелдің өзін-өзі ұстауы, қайсарлығы жәрдемдесті. Ол абортқа дейін де, кейін де қолынан телефонын тастамады. 1 сағат тыныш отырғанын көрмедім. Әй, анау сиыр сауылды ма? Бұзауды шығардыңдар ма? Нанды пакетке салдыңдар ма? Бәленшенің ыдысын апарып бер. Бекошты балабақшадан әкелуді ұмытпа. Кетпеңдер, күн ыстық, далаға шыға бермеңдер деп бітпейтін шаруаның тізімін айтып, біресе анаумен, біресе мынаумен сөйлесіп жатты. Не деген мықты әйел деп қоям. Бірақ сол сәтте көзім түйісіп қалды. Оның көзіндегі мұңды, жүрегіндегі ауыртпалықты байқадым. Ол өзін шаруамен алаңдатып, қайғысын басып тастауға тырысып жатқанын түсіндім. Оның да жүрегі қанжылап тұр екен, бірақ сыр бермеді. Тіпті бізді жылап жатқан әйелдерді жұбатып, жылы сөздер айтып, үлгеріп жатыр. Мен сол әйелге іштей риза болдым. Оның күші, шыдамы, тіпті қайғысын сыртқа шығармай, өзін ұстауы қазақ әйелінің мықтылығының көрінісі. Қайран, қазақтың аналары-ай, жүрегі қанша жараланса да, ол әрдайым өзін-өзі ұстай біледі. Бұл қайғыны сезінбегендік емес, бұл отбасыға, балаға, шаңыраққа деген ұлы жауапкершілік. Қанша жыласақ та, қанша құласақ та, қайта тұрамыз. Жүректеріңіз жыласа да, күлімдеп өмірді жалғастыра беретін әйелдер, сіздер нағыз батырсыздар.